Бізде келесі мысалға тоқталатын болсақ, АБ және СД кесінділері О нүктесінде қиылысады. О нүктесі олардың әрқайсының ортасы болып табылады. Егер асы тең болады 10 метрға, БД кесіндісі неге тең? Бізде шешуіне тоқталатын болсақ, ең бірінші АОС үшбұрышы мен БО-ды үшбұрышын анықтайтын боламыз. Яғни бұл үшбұрыштарда АО тең болады ОБ-ға, СО тең болады ОД-ға. Яғни АОС үшбұрышы, яғни БО-ды бұрышына вертикаль бойынша, яғни вертикаль бұрыштар болып келеді. Сондықтан бізде АОС үшбұрышы мен БО-ды үшбұрыштары белгілі бір осы үшбұрыштардың теңдігінің бірінші белгісі бойынша екі қабырға және олардың арасындағы бұрыш болып табылады. Және де бізде үшбұрыштардың теңдігіне сәйкес қабырғалардың, яғни теңдігі шығады. БД тең болады АС-ға. Асы тең болады 10 метрге, онда БД-міз да бізде 10 метрге тең болады. Одан кейін өз бетінше шығаруға арналған тапсырма. Ең біріншісі ол АБ және СД кесінділері О нүктесінде қиылысады. О нүктесі АБ кесіндісі ортасы, яғни АО тең болады ОБ-ға, СД кесіндісінде ортасы СО тең болады ОД-ға. Яғни егер асы 12-ге тең болса, онда БД-ны табу керек боламыз. Ал екіншісінде бізде АБС және А1, Б1, С1 үшбұрыштары берілген, және ода бізде АБ тең болады А1, Б1-ге, А бұрышы тең болады А1 бұрышына. Одан кейін бізде Б1, яғни Б1 бұрышы Б бұрышына тең болады. Сонда бізде егер БС тең болады 8 сантиметрге болса, Б1 С1 қабырғасын, яғни табу керек боламыз, яғни ұзындығын табамыз. Осымен бізде сабағымыз бітті. Геометрияны оқудағы барлық жақсы сәттілікті тілейміз.